Жаңағы ақын Рүстем Төреге өлең айтуға келді дейді, әдейі іздеп келді. Ордасына кіріп келсе, Рүстем Төре төрде өзі жападан жалғыз ордасында қанжарын қайрап отыр екен былай қайраққа. Былай да қайрайды, жарақтатып, былай да қайрайды. Жанақ келіп, енді ордаға кіргесін сәлем беріп келгенде домбырасын кереге сүйісіп сәлем береді ғой. Сонда сәлемін алмастан Төре айтыпты: «Әй, домбыра ұстағаныңа қарағанда дәуде болса ақын шығарсың, сәлемді өлеңмен бер» деп айтты дейді. Сонда Жанақ мүдіріп қалыпты да бұрылып домбырасына қарай берген екен. «Неменеге қарай бердің домбыраңа?» депті Рүстем Төре. «Қарағай саған сөз үйретем, ал сөз үйретсе сол домбыраңды алда айта қойшы» деп айтты дейді. Сонда домбырасы қолына тиген бетте Жанақ өлеңді қоя берді дейді. Ал қолыма тидің бе қарағайым, қарағайсыз керекке жарамаймын. Жел-желісті желмаям сені мініп, бұл үш жүздің баласын аралайын. Беретін ақбас құндыз ақ жамбым жоқ, өлеңіммен Төрені паралайын. Қарағайым қолыма тигенден соң ажарына ешкімнің қарамаймын. Ат биеден туады алванадан, ел ағадан азады тонжағадан. Өліксі өлікшінің аңдығаны, арлан бөрі соғады таусағадан. Сергелден сейіл серуен кезеңінде ер аттан мұқалады аттағадан. Балапан ұядағы ұшқандалар, қатын ерден үлгі алар нағадан. Бір ойынға бөлінген ойы оны жүзгі, сасқанда ақыл шықпас кембағалдан. Таныңбас қарақтаған қарашасын, нар үріксі жүк алар қарқарадан. Тұлпара қау болады аяғынан, ақсаса оңалмайды бейпарадан. Бір Рүстем атағыңды естіген соң келіп ем әдейі іздеп қарқарадан. Заман өтіп барады қилы-қилы, қазақ болды бұл күнде елдің сұлы. Иен жатқан иесіз бір ел болдық, белгісіз екеніміз кімнің құлы. Астында тақ, аузында әмірі жоқ, сабақ ұрсақ жем қылдау сарттың ұлы. Ат пен түйе тартуап келгендерге мен де емес Рүстем түссің жылы. Рүстем сен асылдан қалған қиық, қазаққа сол себепті жүрсің сыйып. Бар меді мен білмейтін барар жерің, артың ашық болғанмен алдың тұйық. Бұл өмір байқамасаң теңіз болды, түбі жоқ өткелі жоқ бір тұңғиық. Беру үшін келгем жоқ, алу үшін ат мініп қайтайын деп шапан киіп. Біреу айтты Рүстем қастайды деп, жасқанбаған бетіңді жастайды деп. Барсаң аман қайтпассың тоқта деді, ашуланса басыңдап тастайды деп. Кейбіреу Жанақ тілің ащы деді, бетің қайтпай араның тасты деді. Ащы тілмен Төрені соғып алып, алғызып ақ қайтарсың басты деді. Мен айттым тоқталмаймын барамын деп, өлеңге оза шапқан дарамын деп. Тілім ащы болғанмен зәһәрі жоқ, жыла демес әншейін арамын деп. Алуына бастаппай отырса егер, бір толсыншы Төренің араны деп. Атаң мінген айрылған алтын тақтан, су алған толар болса қараның деп. Деген уақытта бір аңшы даладан ұстаған түлкісін алып келді дейді Төреге. Бір балықшы балқаштан ұстаған сазан балығын алып келді дейді. Соны әкеп Төреге тартуға бергенде, көріп отырған Жанақ сөзге ілік қылып, сөзін әрмен қарай жалғап кеткен жер екен. Жазықсызға тартқыздың жазаны да, былықтырып былғадың тазаны да. Адал тамақ өтпейді тамағыңнан, ұрлық етін салмасаң қазаныңа. Ұрлап келген жылқыны мезетінде, кісінеттің тұсыңнан азаныңа. Тышқанына аңшының жарналас боп, балықшының ортақ боп сазанына.
атаңның қолы жеткен ұсынғанға белгілі бір береді мұсылманға. Жауға жарақ болғанда дауға дарақ ақыл тауып беретін қысылғанда. Аруағын атаңның боққа бұлғап төмен болдың тұрғылас тұсыңнан да. Отбасын ошаққасын аңдимын деп бастан бақыт айырылдың құсыңнан да. Дегенде Рүстем төренің ашуға келіп қалды дейді, қыл қанжарын суырып алып, тоқтат кәнекей, таста домбыраңды деп жанаққа төндіріп жіберді дейді. Сонда жанақ қылыштың жүзіне, төренің көзіне қарап тұрып айтқан сөз екен. Тастар болсам басында бастамаймын, жон терімді тілсең бе таспадайын. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, мен сірә домбырамды тастамаймын. Береке көктен деген жерден жылыс, еріл туса болады елге тыныс. Сөйткен еріл сен болсаң тумай-ақ жоқ, сен туғалы шайқалы елден арыз. Төренің тұқым азып тұқыл болып, бола тағы бұл күнді болды мырыш. Шабар болсаң датымды айтқызып шап, дат айтқызбай шапқан жоқ атаң қылыш. Арғы тегін қанішер Абылайдан, қазақтың баласына даңқын жайған. Абылайда сен жиған ішкен емес, жаудың қанын ішетін ашып майдан. Алғалы отырғаның кімнің басы, сен Абылай боласың, айтшы қайдан. Атаң мінген айрылған алтын тақтан, адам шешеп аңшы өскен сен бір хайуан. Көтеріп қанжарыңды қоразданып, бурадай көбігіңді сыртқа жайып. Мен өлтірсең айтшы сен не боласың, тұман болар басыңнан күннің ауып. Арғынның бергі шеті жеті суда есіл нұры, ар жағы еділ жайып. Абылай ботақанды өлтірем деп заманы болмақ бедау алмағайып. Сол себепті сен тұрмақ атаңның да табаны Көкшетаудан кеткен тайып. Хан емессің қарадан алдың алым, ұрлап тартып жетімнің жедің малын. Лұқмандай хакімді жерге көмген, өзіңдей бір заманда патша залым. Мені бірақ сен жерге көмалмайсың, мен түгіл торғайға да келмейді әлің. Дақ салмай сірә тегін кетет деме, дар көрігім кернеді көлем жауым. Қабын қайдан жаралды сабын қайдан, ол арасыз жанаққа едім мәлім. Ауылды қуан талмас алтын төсіп, елді жеген бір бермей кетпей десіп. Жел болмаса қозғалмас шөптің басын, сен туралы гулеген талай өсіп. Шынар құлап түбінде қалды шіріп, елin тұсы бұзылды мәйе кіріп. Ел тентегін тыятын төреміз, сен өз қолыңнан ұрыға бердің ұрып. Бұл мінезді қарызға алдың қайдан, өз тегіңде жоқ еді мұндай құр. Қасқырдай нашарды жығып жейсің, сырт жау келсе кетесің шиге бұғып. Батыс пенен шығысты кім қоршады, қарашы жан-жағыңа мойның бұрып. Жарқыраған батыстың сар жұлдызы, үніңе суды құйып алда ұрып. Еңсең алып еңкейтіп жарғың өлтіп, іргесін ауылыңның қойды түріп. Ей ордан көртіп орнына дуан салды, мықты болсаң қанеки берме шырып. Өз еліңнің тынышын өзің алдың, ұлығына хақанның артың тығып. Бөденедей бас бүйтіп бір сөн қағып, бұл жүрісің қай жүріс елден шығып. Дегенде Рүстем одан сайын ашуланып қылышын төндіріп жүрді. Тоқтат енді, таста домбыраңды. Сонда жанақтың төрені тоқтатып айтқан сөз дейді. Ау тақсыр ақылға кел, ашуың басқан қараң, қан қайрақ дегендейін қарашы тас. Хан артынан жүз ұрып дегендейін, бағыз зорға болады әркім аққас. Мен қолыңдан келемін не қылсаң да, бақ күндіз жан емеспін мен тайталас. Алуыңа тұрама менің басым, кессең бас тақсыр түрін кешсең қалас. Қиянатсыз кеуде бас сақтай алар, қиянатшыл кеудеден кесілер бас. Кессе де кемімейтін кенім сенсің, жаяуларға ат болған аштарға ас. Бұл
неше жын түнеген хан ордасы, топас қосқан төрінде ел ағасы, аруақ деп аттаған құршықпаған Абылайдың алтынды босағасы. Қарғалың қайырсыз бел болдың ба, асқар тауым айдынды ел панасы. Үй жығылып қазақтан тікті күркөден де айырылар бірте-бірте. Сүлік сона аралап сөлін сор, уын жайды кісінің қанын бүркі. Өзінің көлеңкесін құрғы жүктеп, көк жантып қоян болды үркі. Сиырдайын шиырлап шырайын алып, бірін мүйіздеп түртті. Хан түңілді бұл күнді халықтан да, халықта ханнан әбден жалыққан ба. Халық дария хан балық емес педі, судан шықса жан кетер балықтан да. Ат шалдырар қалмады айтарлық жер, алыс жүріп келгенде талыққанда. Ит кемірсе тоймайтын бай буасы, қайырым мейірім жоқ зарыққанда. Кедейгер кеселмінде көранымды туа кетті қасермен ғарыптан да. Ордан орғып өтетін өрен тұлпар, аттай алмай арып жүр арықтан да. Кімге ауыр кімге жеңіл айтшы төрем, ел ұйқысын ергішті сарыққанда. Шықс жерімді шертіп нұрым сөйлейін деп жүрушен әдейілдеп барым ханға. Атаң Абылай қазақтың кегін алған, жауды уып қалмақтың шебін алған. Түрікпеннің түбінен туын алып, арыстанның аузынан жемін алған. Қазақтың кең даласын жаудан қорғап, қазақтың сары алтынның тегін алған. Ханзада мендігімді бұлғыласын, көлсіз жерде жаза алмас құбылашын. Дегендердің тілегі қабыл болды, хан тағы төңкеріліп туғыласын. Кеш алды яр алдыңда болса қатам, деп келіп ем ордаңның дәмін татам. Ер мінезді ер көскен жана едім, айтып едім айтқан соң өзің қатаң. Тас түскен жерін ауыр дегендейін, түскен жерім төрем сен саған батам. Жолың болып атаңның бағын берсін, тәңір алдында мұстажап берген батам. Қай түкпірін табамын кең ойыңның, бақайынан келем бе зор бойыңнан. Ал яр осымен сөзім қысқа, мүжісіңді басымын өз бойыңды кей. Бұл енді сол заманда бұл патша үкіметінің қазақ даласын отарлап, хандық билікті бір жола құлатып, қазақтың елдігінен айырылып, отарлауға әбден отарлық астында қалған кезі болатын ғой. Қазақтың мемлекеті жоғалған кез ғой. Жаңа соны жоқтап тұр ғой, жаңа мемлекетті жоқтап тұр ғой. Сол сөзді айту үшін келген біреулер жазады ғой, анау ат мініп шапан киюге сұрақ келгенде олай емес, мен беру үшін келгем жоқ, алу үшін беру үшін келгем жоқ дейді. Мен шерімді тарқатып шертіп сөйлейін деп келдім, елдің жағдайын деп, сол елдің мұңын төгіп айтады ғой. Сонда жаңа қылышын қайрап ашуланып қаншама дүгін қоймай сөзбен сойғанда, сынағанда соған шыдап төре Рүстем басын шайқап отырып айтты дейді. Ай жанағым, айтқан сөзіңнің бәрі рас. Мен осы ақындар жоқты айтады деп ойлаушы едім. Ақындар барды айтады екен ғой, сөзің шын. Жарайсың енді. Ал енді осы келгенде келдің ғой дейді, ал мен саған дүние мүлік берейін, қалағаныңша сұрашы деп айтты дейді. Содан жаңа жанақтың енді әлгі сөздің бәрін айтып алып, енді төреден дүние мүлік сұрап тұрған жер екен. Ау тақсыр сиярғандай, сыймасқандай, аран ашып нәпсісін тыймасқандай. Біріншіден соны бер, маған берсең тәуір көрген кісіңе қимасқандай. Екіншіден соны бер, маған берсең беретұғын кісіңмен сыйласқандай. Үшіншісін берерсің біліп өзің, мен жанақ бұраң ағаш сенсің кезім. Кім берді десі Рүстем беріп еттеп, жоғалтпай жүрерліктей сақтап көзін. Олда олжа алынбай қайтса басым, өзің біліп қосарсың қосымшасын. Тоғыз алып қайтыпты деген ата, өзің біліп жатарсың арғы жағын. Дегенде жақын көрген кісіме қимайтын едім деп, бір
жап-жаңа жанат ішікті әкеліп иығына жапты дейді ғой енді. Өте қымбат, өте асыл бағалы бұйымды. Сонда жаңағыны шапан, жанат ішікті иығына жапқан кезде Арман Қаратөбел айтқан өлеңі. Жанат ішік жауыпсың иығыма, күн жетпейтін бармақтай қиығына. Сені киіп көргенде күлкі келді, өзге түгіл өзімнің иығыма. Ішік жанат болғанда сеңсең тымақ, бәрекелді көнетіп тұрсың ұнап. Ішік анау болғанда тымақ анау, деп мазақтап күледі-ау біреу сынап. Мата көйлек кіргір боп жыртық бешпет, жамаулы шалбардағы тұр кес-кесте. Сендерді жасырам деп қиын болды-ау, бір үйге барғанымда белім шешпек. Апарып қоямын ба үйге тығып, бар киімім үстімдегі ішік көштебей. Дегенде үстім түрі күліп жіберді да, түгел жаңа жанаққа ішіктен басқа киімнің барлығын түгел киіндірді да, мынау мінгізген атым деп бір көк алатты әкеп есіктің алдына байлады дейді. Сонда атқа қарап айтқан. Көк алат ат екенсің, ерге лайық, жағаң жасыл жайлау ғой төсің қайып. Әлі де болса құлынды ат қылады, шар тартып қалғаныммен жасыл қайып. Аяғыңда ақаурық, арқаңда дақ, тұяғың тасылмейтін мұзға тайып. Ескек жел емен бел, ескек желіс өзекпінді. Омырауың арасы еділ жайық, бірақ сенің сәніңді келтір алмай, сенде емес болады ғой мен де байып. Ерім анау тоқымым қырық құрақ, қасқысыныңды кетіреді-ау сенің бірақ. Сүмерге сұлу денең үйле салмай жабығып тұрасың-ау қайран пырақ. Төреден де сұрауым асып кетті, сұлу берді аламын кімнен сұрап. Көк алат көрінгеннің көзін бұзып, кімнің аты демей ме біреу тұрып. Сонда сенің сәніңді кетіреді-ау сүмер тоқым, қайтейін қалғыр құрып. Бір үйге барып түсі қалғанымда, ер тоқымды жүремеу алып кіремей. Сонда төрі бір бейжін ер тоқым әкеп берді дейді жаңа атына. Сөйтті де, мынау бір қимасыз атым еді, көзімдей көріп жүр деп, күміс күсебелеуді тартты дейді қынымен, бірақ пышағы жоқ екен. Соны көріп қап жанақтың айтқаны. Төренің көзі берсем кісесіне, ерұлдың лайықты мүшесіне. Болмаса Рүстемнің жомарттығы, оңайлықпен сен қолға түсесің бе. Бәрекелді кісеңіз, кісен кісаққа келістіріп, қас жебе соққаны хат. Құрбаны сонда түгел болар еді, өзіне сай болса егер қынмен пышақ. Қынсыз кісе асынба деген бар ғой, жарақсыз жауға шапқан батыр болса. Дегенде кісесіне қынымен пышағын тағып байлап берді дейді. Сосын ал жанағым тағы не сұрайсың, сұрайтының бар ма деген Арманға айтып тұрған жері. Мен үйімнің жасымда безіп едім, кедейлікпен 300-ді кезіп едім. Аз бергенді қопсытып көтермелеп, бермегенді сөзбенен езіп едім. Көп бергенді қопсытып көтермелеп, кімде болса сырт емес көзін дедім. Не өліп не көп алып қайтуымды, үйімнен шыққанымда сезіп едім. Жасымда кедей өстім жалаң аяқтай, топқа да кіре алмастан жүрдім саяқ. Су түсіп ап қырсыңыма қу кедейлік, найзасын жетер жетпес жүрді таяқ. Өлеңменен құтылдым бір-ек ауыз, әйтпесе босатқан жоқ ол мен аяқ. Ол жанақтың айтулы сыбағасы, тоғызымды береді айтқызбай ағи. Тоғыз басы атақты жамбы болар, жамбы
құлға құндыз қосса сәнді болар. Жансыздан 4 немесе 5 болар. Қазақ жолы қалғаны жанды болар. Жандының басы сонда түйе болар. Жанында тұтам емшек бие болар. Жалаңаштық түйеге жарасымсыз, үстіне кілем жапса жүйе болар. Шапан жапса жәнеге торқа болар. Торқа шапан 9-ға орта болар. Аяқ жағы болса да тай-тайынша, қонағасы күндікке сорпа болар. Дегенде айтқан 9-ын әкеп алды да тартты дейді мынаған. Ал жанағым тағы нең бар сұрайдым дегенде, алғанымды жүрерімнің қайта қысып, төренің қытығына тиіп кетсем деп айтты дейді. Бір илахи Құдайым қаралыққа тыйым салып, илахи оңға бассын істің ағы деп, мен түгіл қыдыр бата берсе дағы астың абылайдың тиімес тағы деп айтты дейді жареті. Сонда қаймықпа сұрайтының болса тағы сұра дегенде, жанақтың енді төренің әйеліне қаратып айтып тұрған жер екен. Енді өлеңді айтамын ханымыма, ханымымда жарайды алымыма. Ханымда бөтен емес ханның қызы, ханымды да балаймын хан ұлына. Бір нақ сүйір бар еді, алған сүйіп, қалың малын әргіннен берген жүйіп. Мен ол кір көйлек киіп жүр амалсыздан, мен барам жанатпенен құндыз киіп. Өзіңді ойлап алмапсың мен есіме, деп жүрсе үй алам ғой бетім күйіп. Ханымның мұндан артық қандайы бар, балтамға сөйлегенде таңдайы бар. Тілім жетпей қалмасам сұрай алмай, жомарттыққа жаралған маңдайы бар. Дегенді Рүстем төренің әйелі жанақтың үйдегі әйеліне түгендеп, жаңа жақсы киімнің бәрін берді дейді. Қысқасы қасында бір қара шал бар екен, оған да киім алып берді дейді. Мынаған қиып беретін түк бермедің, бергенінің бәрі асыл, бәрі таза деп. Оны алды. Енді болдау деген кезінде жоқ. Тағы не сұрайсың? Айтарыңды қысылмай айт деп айтты. Соның бір төренің аққұмай тазысы бар екен, оны да алды дейді. Түгел беріп жаңағының енді барлығын дүниесінің бәрін үйіп төгіп, артып беріп, аттандырып тұрғанда Рүстем төре жаңағы ақыннан сұрады дейді. Сонда сонша мал мүлік берген адам. Ал жаңағым еліңе барғанда не деп барасың деп айтты дейді. Сонда жаңақтың айтқаны. Ау тақсыр елге барсам шынымды айтам, көз көріп ой жорыған сынымды айтам. Жетіскен жеткеніңді айта келіп, көз көріп ой жорыған сын балтамен шабатуын мініңді айтам. Қыс келсе қадыр өтір өткен күздің, атаңа беріп еді қазақ тізгін. Ханнан қайыр қарадан шайыр кетті, қазақтан бір жолата күдер үздім. Бұл күнде хан мен қара тең болған кез, бағасыздан кем болған кез. Ғаламат аспандағы жерге түсіп, ғажайып түсті көрген өң болған кез. Сөз байлаусыз оғуда жез болған кез, қайғың азыр ермегің шер болған кез. Асқар тауды бұлт басып мұнар шалып, теріскей тепсеңіз жоқ бел болған кез. Шалқыған шалқар көдің тандыр болып, шалшық суық тебіні жоқ көл болған кез. Шеп бұзып туғылатқан батыр қорып, тебінгі салған ұры ер болған кез. Хан қақпа қалып қазына батыр қорған, молда сүрлі ежелден елді сорған. Шешен шеңбер болғанда бейтаразы, ән-сәнің күйін көркін ақын жорған. Хан кеткен соң халықтан қақ басылды, қақ басылса аяққа ел басылды. Батыр кетті қорғанның құлағаны, қақпа жоқ қорғаны жоқ ел шашылды. Жуан қамшы тойбастар көсем болды, елірмелі екесті шешем болды. Бигеттім алдылардың айтағында, пәлендім мұқатып бер десең болды. Ақындікі сандырақ сарым болды, күйшіндікі көмескі зарың болды. Ән сәнінен айрылып күй көркін
жүзінен, ішкенің бойға жұқпай зәрің болды. Сондықтан мақтауыма сыймайсың да, өтірік айтып мақта деп қинайсың ба? Аруақ қонып жын түнеген орын еттіп, және де жамандауға қимайсың да. Алдыңда келер күннің түсі суық, бізді соған барады өмір қуып. Ей, көріспесек алтыдан қош аман бол, көрісем деген үміттен қауып жұмық деп аттанып кете барған екен жарықтық жаңағы ақын атамыз.